Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Адиди достар. Бүгін менің каналымда өте қызықты бір және өзіме де қызықты болып тұрған бір видео болмақ. Бұл видеоның аты сұрақ-жауап. Менің тіркелушілеріме маған келген сұрақтарға жауап беретін боламын. Мен әдейі телеграм чаттан бір күн алдын сұрап алдым. Олар барлық сұрақтарын жазды. Бір 50 шақты сұрақ келді. Сол сұрақтың барлығына сіздерге жауап беретін боламын. Видеоны тоқтамай до конца көріңіздер, 10 секунд өткізіп жіберу деген болмасын. Видеоны ұнаса комментарийға міндетті түрде плюстар қойып, жүректер қойып кетуді ұмытпаңыздар және активный болуды ұмытпаңыздар. Келесі нәрсе, осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алды. Аллам нәсіп етсін. Біз бастаймыз. Кеттік. Маған әкемнің телефоны керек болып тұр, потому что анам телефон бос емес. Сағат түнгі 11:00 болып тұр. 11:04 кетті. И қазір мама ұйықтаған жоқ, телефонын ала алмағандықтан папамның телефонын алып алдым. Осы папамның телефонына телеграмда өз фотоға түсіріп алдым да, сол жақтағы сұрақтарға қазір жауап беретін боламын. Хорошо? Так. Бірінші сұрақ. Папамның телефоны еще қатқала береді бізде. Кішкентай кездегі арманым дейді. Қай жағынан ол арманым? Егер андай мамандық таңдадым болатын болса, мен бірінші сыныптан ба, екінші сыныптан бастап па мұғалім дәрігер болуды армандағам. 9 сыныпқа дейін, 2 сыныптан бастап 9 сыныпқа дейін мен дәрігер болуды армандағам. Вообще ойымды өзгертпегем, мына мамандыққа ауысам-ау дегенде ой болмаған. До конца осы мамандықпен келдім, бірақ 9 сыныпта ойланып қалдым. Білмеймін не екенін, осылай басыма ой келді, не үшін дәрігер таңдаватсың сен жалпы дегенше. Одан кейін келесі Дилия қойыпты. Бізде жаңағы сұрақты аяулым қойыпты. Келесі сұрақты Дилия. Дилиям деген, 9-дан кетесің бе, әлде қаласың ба дейді. Менде баста 9-дан кетем деген ой болды, бірақ кетпейтін болдым. Себебі мен ата-анамның қасында қалғым келді осында. Енді бұларға ата-анама мен кетсем көңілім тиеді дегенде ғой. Сол үшін қастарына ұзағырақ қалғым келіп, 9-дан кетпейтін болдым. Одан кейін влог жүргізуге не себеп дейді. Мен бастапқыда осы влогпен жалпы ата-анамды ертең видео түсіріп, ата-анама әр жаққа апарып, ата-анама әртүрлі зат әперем, табыс табам деген оймен бастадым. Бірінші кезекте, бірінші кезекте болмас, ол екінші кезекте. Бірінші кезекте мамам мен баяғыда бүйтіп сөйлейтін тұғым. Сәлем достар, сіздердің көңіл күйіңіз қалай, менің көңіл күйім ойдағыдай деген. Осы сөзді айтып, өзім үйде видео түсіріп жүретінмін. Сонда көреді да мама айтады ағаларыма, мына қызға видео YouTube канал ашып берсеңдер, жұрттар табысты болып отыр ғой YouTube каналын. Қарындастарыңа ашып берсеңдер, қабілеті бар бұның, көпшіліктің алдына шыға алады деп айтады ғой. Мен сол сөзді естіп аламын да, мама ашып берсінші, маған ашып берсінші деп жүремін. Бастапқы ойым сол болады. Мамамның қалауын орындау деген сияқты болады да. Содан кейін түбінде мама екеуміз бірігіп ашып алдық оны. Солай мен влог жүргізіп кеттім. Ары қарай табыс табу деген ой келіп кетті. Одан ары қарай үшінші кезекте мен естелік ретінде, мысалы мен анаммен түсірген видеоларым, соның барлығын бұрынғы кездегі видеоларын көріп отырсам, қазірдің өзінде таңғаламын. Не сонша кішкентай болған ба, дауысым осындай болған ба деп таңғалып отырамын да. Сол үшін естелік жалпы қалады ғой. Сол үшін мен осылай видео түсіргенін ұнаттым. Келесі, өмірде басқа қалаға, шетелге шықтың ба дейді. Басқа қалаға шықтым, бірақ шетелге әлі шыққан жоқпын. Осы жылғы арманымның ішінде Меккеге, не болмаса Ташкентке бару деген 2 арманым бар. Осы екеуіне шықсам дұрыс болар еді десең. Ал басқа қалалардан мен Қызылордаға барғам, Шымкентке барғам, Алматыға барғам, Семейге барғам. Мен әлі Астанаға барып көрмегем. Түркістан, сол өзімізге жақын, осы жердегі нелерге барғам. Сосын Тараздағы Айша бибіге, жалпы Таразға барғам. Және болды. Осы қалаларға барып көргем. Одан құрсыңыздар, памятын толып қалды ғой. Памятын толып қалды, қалды видео. Келесі, өзіңе ұнайтын жерің депті да, жақшаның ішіне көз, шаш дегендей депті. Менің өзіме қатты ұнайтын жерім ол шашым және көзім. Дәл осы жерде айтылған жерлер қатты ұнайды және ернім ұнайды. Мұны беткер бетім жалпы өзіме ұнайды, негізі қасымда ұнайды жалпы. Енді не үшін ұнайтынын айтатын болсам, шашым менің 3 түрлі түстен тұрады. Мен оны еще боятпағам, бір рет боятқам розовый түске, одан кейін күйдіріп розовый түске боятқам, бірақ ол розовый түскенде кетіп қалды, сары болып қалды да, күйген шаштың уже качествосы құрып, шашым өлі болып қалды да, оны қырқуға тура келді, мен қырқып тастадым.
қырықтыруға барып кәдімгідей қырықтырып тастадым. Содан кейін менде қазір өзімнің мынау полностью өзім шашым. И вот тут қоңыр, мына жағы ашықтау, одан кейін мына жағы түбі сәл сарғыштау да. Вот маған осылай 3 тістен тұрады және шашым менің қалың, бірақ қалыңдығы ұнамайды. Мынау бірақ қалың шашқа прическа өте көп. Содан кейін жалпы жұқа шашты қалыңдатқыза алмайсың, енді көп түрлі нәрсе керек ғой, химия керек та, ал қалың шашты қайта айына бір рет болсын жұқарып тұрсаң да жұқарып кетеді ол. Так что маған өзімнің осындай туғаннан осындай шашпен қалыптасқаным өзіме қатты ұнайды. Келесі ол менде кірпік болды, ойбай, көз болды. Көзім менің дәу және біреулердің көзі болды асимметрия. Қалай бір жағы кішкентай, бір жағы дәу. Менікі ондай емес, енді сондай шығар, бірақ өзіме ондай секілді емес секілді. Екеуі бірдей сияқты, и өзіме сонысы қатты ұнайды. Және менің көзімнің қоңырлығы, жалпы менің шашым да көзім де қоңыр, прям әдемі болып тұрады. Өзіме қатты ұнайды, тіпті әдемі. Но маған кірпігім бар. Кірпік, потому что мен қысқа. Потом көзімнің бір жақсы менде қабақ бар, бірақ бір күні болады, бір күні болмайды. Бір күні бір көзінде болады, бір күні бір көзінде болмайды. Сонысы не то. Былай жалпы жақсы. Потому что қарасаңыздар мына қабағым әдемі болып тұр да, мына қабағым былай аяғы түсіп кеткен болып тұрады. Нормально сияқты, білмеймін. Короче, келесі ол бізде қасымда менің өзімнің табиғи формасы бар деп санаймын өзім, бірақ мен өмірімде қасымды жуып та көрмеймін, и мына жағын да көрмеймін, мына жағын да көрмеймін, дымын алып көрмеймін, прям себебі мен ана нәрсені естіп аламын, қас жуу күнә деген. Содан кейін қасыма тиіспеймін вообще. Мұрным тоже самый ұнайды негізі, бірақ чуть мына жағын бүйтіп келіп кеткен ба, потому что мен мұрнымды ұрып алғанмын, содан кейін ұстап қалған ба, бізде жаман араб қазір іске кеткен ба сондай. Сондықтан солай короче. Маған сосын кірген кезде мына жақтан мына нәрсе шығатыны ұнайды, но енді алланың жаратылысы сол үшін оған ештеңе дей алмаймын. Вроде бы тем более когда душтан шыққаннан кейін өте темір болып сияқты мұнда вообще самооценка аласың иә. Одан кейін ернімнің мен барлығын мынаған не деп ойлағандар почти для прыщей ғой мына жақта бар. Короче, ернімнің ұнайтын жері ол менің ернім табиғи қалпында осылай боялған болып тұрады. Мен мектепке мысалы вообще боямай баратынмын баяғыда, дәл осындай қалыпта бара беремін мысалы. Бірақ азанда түрім бұндай отырмайды, мен сол үшін боянамын. Түнде қараңдар уже бетімнің іскен басы ғана әдемі тұрады да. Мысалы қарасаңдар ернім боялған отырады. Маған келеді да, ернің боялғансың сен қыз дейді. Мен боямағанмын дейді. Мен табиғи ернім осындай, сонысы қатты ұнайды өзіме. Осындай бет жағынан осы заттар ұнайды маған. Құлағым да ұнайды, енді қалып кетпесін, көңілі қалып кетпесін құлағым. Мамандығым қандай дейді, мен әлі мамандық таңдамағанмын, бірақ таңдау үстіндемін. Бірнеше мамандықтар ойымда бар, актриса және туризм саласы және андай юрист, заңгер секілді болғым келеді. Осы мамандықтардың біріне тоқталатын шығармын, бірақ күнделікті менде әртүрлі мамандық ауысып жатыр. Сол себепті нақты әлі мамандық жоқ. ютубтан кеткім келген кезім болды ма дейді Аяжан. Жоқ, мен вообще ютубтан кеткім келмеген. Ну, кейбір сәттерде болды, бірақ андай болды да менде вообще актив болмады. Ну, типа, бір видеомда 10 просмотр болып қалады, бір видеом 9 просмотр болып қалады, бір видеом резко 500 просмотр жинап кетеді, оны қалай жинағанын білмей қаламын да, и сол настройканы қайтадан қойғым келеді, бірақ қоя алмаймын, ана настройканы қалай қоятынын білмеймін. Тут сондай кезде кеткім келіп қалады, бірақ менің телеграм чатым бар, қазір мені барлығы қолдап жүр, уже сыныптастарым да танып жатыр жайлап, нормально көзқараспен қарамаса да қарап кетер енді. Бір-екі ай ғой ары кеткенде айтатыны деп Анара ханым, Анара Тұрсын жаңғыз маған солай айтқан. Сыныптастарыңа да айта бер дейді. Бір-екі ай ғана айтады қояды, ол да қалады сосын деп сөйтіп айтқан. Баяғыда Айшаны да дәл солай айтып қойған деп маған ақылын айтқан болатын. Но сол себепті мен вообще ютубтан кеткім келмейді. Ютубқа бір аптасына айына бір видео салсам да ютубтан кетпеймін деген ойдамын. Келесі, бір беттегі сұрақтарды ендірдік біз әлі. Келесі, ютубтағы атыңды не себеппен оңай қойдың дейді. Адиди Адилайф деп қоюымның себебі неде? Адиди деген менің негізі бастапқыда осы канал болды. Одан кейін бұл канал менің детский канал деп айтылып кетті да. Содан кейін мен новыйдан канал ашып оның атын Адиди қоюға мәжбүр болдым. Ой, типа каналымның атын ауыстыруға мәжбүр болдым. Негізі менің основной аккаунтым осы. И бұның аты Адиди басында. Не үшін Адиди қойдым? Мен ChatGPT-мен ақылдастым, просто қандай не айтасың деп. Ол Адикики, Адиди, Ади World, Ади бір бәле деген көп нәрсе айтты. Сосын мен оған креативный нәрсе айтып, сосын маған Адиди дегенмен тағы бір атын ақылды. Сосын мен Адика ма, Адикики ма, Адикаки ма, сондай бар. Мен атым негізі бәрі Адика деп айтады да. Соған ұқсас бірдеме шығарып берді маған ChatGPT. И мен тұрамын да, Анара Тұрсын жаңғызда бірінші мамаға жіберемін. Анара Тұрсынға айтады, себебі мамаң мен бәрін ақылдасып маған айтты дейді. Сосын хорошо деймін да. Мамаға звондаймын, мама өзі Алматыда ауылда деймін иә. Сондай мамаға звондаймын да. Мама, жоқ, мама үйде болды. Просто үйде болмады ол. Андай, осы ауылда тұрып жүрді, бірақ үйде болған жоқ. Түркістан ау жақта болды. Мама, қандай қойсам болады атын? Адиди ма, Адикики ма деген жақта айтып тұрсын. Адиди деген әдемі дейді. Маған ол кезде басында Адиди дегеннен гөрі басқа бір ат бар, оны өзі күшті бір. Сол атын алып тұрады да. Сосын науша деймін. Білмеймін, мен көрсем, бірақ осы ат әдемі сияқты Адиди дейді. Сосын мен мамамның қалауына байланысты және өзіме де сол ат ертең Адиди келе жатыр деп танып кетсе, Адиди деп айтады, таңғалған деп сені қиялдандым да. Адиди деген әдемі сияқты. Ертең күміс кнопкада Адиди деп тұрса вообще әдемі ғой, креативный ғой дедім да. Сосын Анара апай айтады, вау, күшті деді. Сонымен короче бірлесіп солай Адиди деп қойып кеткенмін. Ал Адилайф ол екінші аккаунт болғандықтан жалпы сосын енді мынаны қайталай алмаймын. Кішкентай әппен жүрсем тағы болмай қалады дедім да. Адилайф деймін, Адияның өмірі деп сөйтіп қояйын дедім. Бұған чисто есепке салып жүремін деп ойлағанмын. Бұл негізі мынау аккаунт основной аккаунт. Просто екі аккаунт ауысып кеткен түсіндіңдер ме? Осы аккаунтта жүре берсеңіз потом если монетизация қосылмай жатса ана аккаунтқа бәрін көшіп бара салыңыз. Так, келесі. Сенің ютуб түсіруіңе ешкім қарсы емес па дейді. Негізі ешкім қарсы емес, бірақ мен папам ютубқа түскісі келмейді, өзі түскісі келмейді. Мен видео түсіремін десе таңғалып қалады да, бірақ жарайды түсіріп ал деп қолдап жүреді. Мен видео түсіруіме негізі ешкім қарсы емес. Білесің, ютуб түсірген өзіңе ұнайды, әрине. Люблю ғой ютубты. Келесі, болашақта ешқандай мамандық иесі болмай, блогер болуға қалай қарайсың? Ол да болады. Енді бұл мамандық вообще таңдамаймын емес, таңдаймын и оқимын. Сол мамандықты оқып,
егер оған жұмыс таба алмай сондай болса мен блогерлікті ары қарай дамытамын, алып кетемін, блогерлікті қалдырмаймын. Ал егер мамандығымда жақсы күшті жұмыс тауып алып жатсам, мысалы туризмді дамып кетсем, әлемнің барлық жерлерін сіздерге турист қылып көрсетіп солай қызықты болып видео түсіре алар едім. Сол үшін мен де бұл ойға жақсы қараймын негізі. Үйіңде нешіншісің дейді, мен кенжесімін үйдің, біздің үйде 5 бала, мен кенжесімін, ең 5-шісімін. Туылған жерің қай жер дейді, мен Түркістан облыс бар, қазір Түркістанда тұрғам, короче, Түркістанда туылғам мен. Түркістанда біраз жыл тұрғам, садикке сол жақтан барғам, содан кейін осы ауылға көшіп келдік. Қазір бұл ауылда тұрып жатқанымызға биыл 10-шы ма, 11-ші ма жыл болып кетіп бара жатыр. Мектепте үздіксің ба дейді, иә үздікпін, биыл құдай қаласа қызыл аттестат аламын. Өзіңнің 5 жаман 5 жақсы қасиетің дейді. Ол жағын мен айта алмаймын, жақсы қасиетімді тем более айта алмаймын, жаман қасиетімді де айта алмаймын негізі. Өзіме өзім ұнаймын негізі, бірақ көбісіне ұнамаймын. Ой, білмеймін, короче, түсінбеймін өзімше. Маған типа айтады, көп сөйлейсің, но мен вообще көп сөйлемеймін. Негізі, короче, мен өзімнің ойымды айтқым келеді, и ойымда мен андай минус аура қылып айтамын. Типа андай ұялып, андай миым жан-жаққа шашылып кетеді да, и көп нәрсе айтып барып айтамын ойымда, сосын көп сөйлейсің сен қыз деп не қылады маған, сосын қаламын, короче. Содан сол адамға ренжіп қаламын, маған көп сөйлейсің айтқан ұнамайды. Вообще сол сөз ұнамайды маған. Содан кейін сол адамға ренжіп қаламын, сосын мені ренжігірсің деп айтады. Вообще ренжімеймін негізі адамдарға ше, білмеймін неге екенін. Короче, сондай. Жақсы әдеттерім негізі бәрі маған ақкөңілсің дейді, и аңқаусың дейді. Ой, аңқау ол жаман қасиет дейді қалама. Қалай өзі түсінбеймін, короче. Негізі мені көбісі ақкөңілсің дейді. Типа аңқылдап ше, бәріне бүйтіп жүре бересің дейді, короче. iPhone 17 алғым келе ма дейді. Ол даже менің армандар картамда бар. Құдай қаласа аламын. iPhone 17 бордовый цветін аламын. Ну, бордовый бояп алсам да, короче, бордовый қылып алып аламын соны. Бос уақытымда немен айналысасың дейді. Мен бос уақытымда сурет саламын, домбыра тартамын, либо осы ютубқа видео түсіруге идея іздеймін. Бірақ көбісін түсіре алмай қаламын, бірақ көбіне идея іздеймін главный. Мына екінші беттегі сұрақтарға кеттім. Енді үшінші бет. Сыныпта кімдермен жақсы араласасың, ұл немесе қыз дейді. Негізі көбінесе ұлдармен араласамын жақсы, потому что мен бір топта, осы бір қатарда бір ғана қызбын, и жан-жағым барлығы ұлдар. Енді көршінің ана айдалып жатқан қызбен араласып отпайсың ғой, енді жанында кім отыр сонымен араласып отырасың. Сол үшін көбінесе ұлдармен араласамын. Қыздар, біздің қыздар білмеймін, короче, қатты араласпаймын. Ең активный топ 3 қыз дейді. Ол қалай ол? Қай жақтағы активный? Топ 3 қыз дейді. Осы ютубтағы шығар, осы именно телеграм каналдағы ең активный топ 3 қыз болса, ең бірінші аяулым. Прям кәдімгі бір видеомды қалдырмайды, ол даже маған фан аккаунт ашқан вообще таң қаламын ғой. Екінші бізде Аяжан тоже самый маған фан аккаунт ашқан, кәдімгідей мені қолдаған, Қарақалпақстанда тұрса да мені өте қатты қолдайды жаным сол. Келесі бізде Гоха, Дилия и вообще ұмытпайтын едім, просто миым қатты отырса өмір болды, Гүлімай мен Мадока. Осы, короче, осы 6-7 қыз менде өте активный, өте прям қатты жақсы көремін. Өте жақсы көремін, өте қатты. Сосын мен телеграм каналымда жоқ адамдар да бар. Осы жерге сілтемесін қалдырып кетемін описанияға, короче, сол жақтан кіріп алсаңыздар болады, әдеди чатқа. Содан кейін келесі ең алғашқы видео дейді. Ең алғашқы видеом, менің ең алғашқы видеом Back to School болды ғой. Мен мектепке дайындалған кезде Back to School қылып түсіргем. Темудан алған заттарымның барлығы түсіргем. Бүкіл пеналымды Темудан жинадым ғой мен. Соның бәрін түсіргем сол кезде. Одан кейін видео түсіріп жатқанда бір кадрды көп рет түсірген кезім болды ма дейді. Иә, өте көп болды. Менде өте көп болады ол нәрсе. Әсіресе сәлемдесуді өте көп түсіремін мен. Сәлемдесуді ғана көп түсіремін, қалған кадрларды через біреуден ғой. Саған Анар апайдың сабағынан өте қатты ұнады, өте қатты. Бірақ Анар апайға мен ұнамады ғой. Потому что типа андай ғой, мен ұнатты ол кісі, бірақ андай ғой, оның айтқан нәрселерін көбіне мен орындамай жүрдім ба бірдеме. Ну типа мен жарық жерге түсірмей жүрдім видеоларымды. Мынау неге жарық емес, мынау жарық сияқты да, мен маған мына нәрсе уже жарық. Бірақ Анар апайға бұл нәрсе уже қараңғы екен да, мынандай кадр, короче. Жалпы Анар апайдың сабағы соска кәдімгідей күшті өтті. Басында ютубқа келгенде подписчиктермен кім қолдады? Осы телеграмда бар адамдар қолдады мені подписчиктерден. Әсіресе бұл адамдар маған Анар апайдан через келді да, и барлығы резко қолдап кетті, резко. Мен резко мынандай қолдау көрмегем ғой. Прям жоқ андай подписчиктерден ондай резко қолдау көрмегем. Мен ары кеткенде 85 подписчикке ғана жеткем, ең көп жеткен подписчик қазір 190 подписчик. Бұл мен үшін өте үлкен жетістік болып табылды, және ең бірінші қолдаған адам осы аяулым ау деймін. Иә, Дилия бізде соңынан қосылды. Гүлімай, аяулым, Аяжан, Мадока и Гоха. Осы 5 қыз бірінші мені қолдаған қыздар. Одан кейін так, бізге қандай кеңестер айтқан болушы едің дейді. Не туралы кеңес керек? Мында толық жазбады, бірақ жалпы былай кеңес дегенде мен өмірді көріп саған емеспін, но кеңес бере аламын. Қай жағынан, YouTube жағынан болса кеңес бере аламын. Жалпы, менен келесі сұрақ жауап жазады, толығымен сұраңыздар сұрақты. Балалық армандарың орындалды ма дейді. Аллаға шүкір орындалып жүр негізі. YouTubeқа келгенде ұялдың ма дейді. Жоқ, мен тіркелушілерден вообще ұялмаймын. Бірақ қатты бір нәрседен ұяламын. Мені сыныптастарым, туысқандарым көріп қоймаса екен ұяламын. Сол нәрседен қатты ұяламын мен. Сол үшін де қатты ашылып ештеңе айта алмай қала беремін көбіне. Одан қайда қатысасың, қандай спорт дейді. Мен көбіне баскет ойнаймын, бірақ олай қатты арнайы үйірмеге бармаймын. То есть түсекке үйірмеге барып жүремін спорттан, но көп емес. 2 аптада бір рет болсын, бір сәті түсіп драмадан кейін қалып кетіп, солай ғана бару болады, былай көп бармаймын спорттан үйірмеге. Ал жалпы мектепте баскетбол, волейбол ойнағым ұнайды. Но көбіне баскетбол ұнайды.
одан кейін подписчиктерімнің ішінде ең есте қалған оқиға менің туған күніме құттықтаған күн ғой. Мама мен анандай құттықтауды көрмегенмін ғой, анандай құттықтайды, мен целый роман жазып едім. Мен ана полный оқимын, шокке болдым, шокке, кәдімгіше аналарын оқып отырып жылап қағазға жылап шокке болып қалдым. Егер уақытқа қайтып барсаң нені өзгертер едің? Бұл нәрсе айтпай қойын, нені өзгертетінімді, потому что не надо, бұл жерде айтқым келіп тұрған жоқ. Мен көп нәрсе өзгертедім, өткенге барсам. Бірақ өткеніңізге өкінбе дейді, сол себепті амал қанша деп қоясың. Ойбай, цитата, деп қоясың. Ойнайдым. YouTube түсіру деген ой қайдан келді дейді. YouTube түсіру деген ой маған сол анам салды ғой. Анам маған қанша жасында, сол ше 9 жасында ма сондай ойды айтты. 10, 11, 12, 10-11-де мен 11 жасымда 2 жыл бойы ағаларымla қақсап жүрдім. 12 жасымда уже өзім бір канал аштым. Ода 21 подписчик болды. Одан кейін 13 жасымда бір канал аштым. Ода 85 подписчик болды. Ол канал тоже өшіріп қалды. Одан кейін 14 жасымда бір канал аштым. Қазір 15-темін. Сол каналымда қазір 190 подписчик болып келе жатыр. Анам айтқан бұл ойды маған. Так, ең қиын түсірген видеом қайсы болды дейді. Ең қиын түсірген ба? 2000 years later. Менде ең қиын түсірген видео болған жоқ. Просто меніңше көп адам тұрған жерде видео түсіре алмай қаламын. Во-первых, сондай кезде де қиын болады, және во-вторых, көкекте қиын болады. Ол нәрсе шыға ма, шықпай ма, да, қазір қорқып істеймін, анан прям сондай болады. Одан кейін саған видео түсіру барысында не нәрсе қатты ұнайды? Маған видео түсіру барысында как будто қалай енді мен де өзімді YouTube көргендіктен түсінемін да, енді көрерменнің қандай нәрсе қалайтынын, қандай нәрсе көріп отыратынын уже. Как будто сол адаммен әңгіме тұтқан сияқты болып отырамын да мен. Вот әңгіме айтқанда короче. Қараңдар боянып отыр, әңгіме айтып, сондайлар ұнайды. Сын қалай, короче, сөйлескен ұнайды, осындай сұрақ жауап маған мысалы қатты ұнап отқан кадр болып отыр. Ой, видео болып отыр. Одан кейін YouTube түсіргеннің плюс-минусы. Минус вообще жоқ, YouTube'да вообще минус жоқ, плюсы естелік болып қалады. Және активді болсаң табыс та таба аласың, және өзіңнің жеке қолдаушыларың болады. YouTube түсіруге тағы не жетіспейді, не өзгерткім келеді? YouTube түсіруге маған штатив жетіспейді. Кәдімгідей бүйтіп қойып, ыдыс жуғанымды, мысалы сондай кадрлар түсіретін маған штатив жетіспейді. Қолдау жетсе, просто мен қасыма түсіретін адам болса деген ой, түсіретін. Бір өзім видео түсіре берген қызық емес та, су ішпей, мысалы челлендж түсіретін қасыңа адам болса өте қызық. Саған ең ұнайтын видео, влог немесе челлендж дейді. Видео, влог, челлендж, так. Влог немесе челлендж ғой, короче, видео деген сол сұраққа кетеді екен. Екеуі де ұнайды. Влог бір басқа, челлендж бір басқа. Челлендж ұнайтын себебі ойнайсың. Бірақ менде челлендж түсіретін қасымда адам жоқ. Анаммен и әкеммен ғана түсіре аламын да мен. Ал Ермұраттармен жазға дейін күту керек, жазға дейін ютубымды күттіріп отыра алмаймын ғой, сондай да. Ал вот влогта мен бір өзім жүріп қойып, жан жақта жүріп түсіре аламын. Вот сол нәрсе. Бірақ влог көбіне менде челлендж ұнайды. Негізі челленджді бір кадрмен до конца түсіріп тастай аласың, и оны монтаждау оңай болады. Ал влогта мен қоғамда жүрген кезде мысалы түсіре алмай қаламын да, сол себепті только осындай моменттер ғана болады, короче. Одан кейін саған басқалар хейт жатса қалай қабылдайсың дейді. Хейт жатса, негізі бір нәрселер еміз қылады, кәдімгі мен мамаға бір рет хейт жазған кезде, мен айтқам, мама осы хейт жазады, көңіліңе алма, комментарий жазбайсың қойып қоясыз деген. Сосын кейін мамам сол қолдауынан кейін мен хейтке нормально қараймын қазір. Мектеп бәрін оқып шығып өтінемін дейді, бәрін оқып шықпай жан. Мектептегі позор болған кезің болды ма, болса айтып берші дейді. Менде позор болатын оқиғаның бірін айтып берейін, хорошо. Короче, мынандай болады, позор оқиғаның біреуі болды. Осы өткен аптада ма біз спортзалда, короче, баскет ойнаймыз. Мен шалбармен, кәдімгі классический шалбар қойып, сол кезде ойнайыншы жарайды, бір орында тұра бермейінше ойнайыншы деп, енді ойнап кірсем, ойынның бітуіне бір 5 минут қалған кезде кірісіп бастаймын деп кірсем, сол жерде маған встречный бір кәусар дейтін қыз шығады да, доппен, ол мен көрмей қалады басында. Доппен былай, мен допын алайын жатқан кезде доппен тер жүреді да. Мен до того 50 килограммын да, ой, жоқ, 50 емес, мен 47 килограмм ба, сондай сондай салмақпен 1 метрге сен мына жерде тұрған адам ана жаққа дейін тізерлеп ұшады ғой. Ема қабырғаға барып жабысып қаламын. Қарағанда шашым осындай нәрсесін айтып, мынау басқа жатады, мынау басқа жатады. Короче, сөйтсем да бар, тізерлеп отырып жабысып қаламын, и ана жерде ағай тұр. Практикант ағай тұр ғой. Мен мына жаққа құлаймын, бірақ сонда да тізерлеп жегенмін. Ана жерде позор. Сөйтіп құлаймын. Сосын бәрі күледі. Мен ұялып кетемін. Вот сондай позор оқиға болған. Вот
негізі өте позор нәрсе. Енді ол оқыс және жазым оқиға болған. Ой, оқыс оқиға болған. Жазым деген ол басқа емес па? Короче, аяқ астынан нежданчик болған оқиға ғой, қайтеміз. Неге соскасың депті. Неге соскасың депті. Анама тартқан ғой. Келесі бір бет сұрақ қалды. Сұлулығыңның сыры неде дейді, жаным аяу, люблю. Сұлулығыңның сыры анама тартқам. Короче, сол сыры. Екі сұрақ қалды сол. Ютубта енді бастағанда хейт келді ма дейді. Мен өлең оқып түсірдім ғой бір видеомда. Сол кезде маған енді өлең оқымашысы деді ғой. Біреу уже ана комментарий ғой. Жаңағы мамамның қолдау білдірмей қоя салған комментарий. Бірақ именно сол комментарий жүрегіме қатты тиіп кетті. Бәрі де сен өлең жақсы оқисың, өлең оқышы деп айтады да, именно сол адамның сөзіне келемін да. 1000 жақсы сөзден бір жаман сөз сондай бас кетті ғой. Ё-моё. Келесі ең соңғы сұрақ ютубта тастаймын деген ой болды ма депті. Вообще болмаған. Ну, болған. Жаңа түсіндіріп бердім ғой. Бірақ қазір мүлдем жоқ. До конца жүргіземін деген ойдамын. Солай. Достар, осымен сұрақ жауап аяқталды. Сіздердің сұрақтарыңызға көп рахмет. Сұрақ қойыңыздаршы маған деген бір сөзімді қалдырмай барлық сұрақтарын жаудырған Аяу, Аяжан, Диля үшеуіңе көп рахмет. Сол люблю барлықтарыңызды. Всем пока.